сізден бірге мен Аридол. Бүгін сіздермен бірге Орео мороженое жасайтын боламыз. Және де ол үшін бізге оқтау керек, және де оқтаумен біз Ореоны майдалайтын боламыз. Міне достар, біз өйстіп майдалап аламыз. Енді біз осы екі мороженое жасаймыз. Және де бұның ішіне біз сгущенка мен сүт екеуін араластырамыз. Қазір кішкенеден құйып. Біз бұл жаққа кішкенеден сгущенка қосамыз. Және де мына жерге де кішкене құямыз. Және де бұған біз сүт қосамыз. Енді бұның бәрін біз араластырып аламыз. Енді біз Ореомызды қосамыз. Міне достар, бізде осындай болды. Ореоның бәрін қостық. Енді бұны біз фольгамен жауып қоямыз. Міне достар, біз өйстіп қойдық. Енді біз оны 8-9 сағаттай күтуіміз керек. Холодильникке қоямыз да, ал азанда шыққаннан кейін сіздерге көрсетіп аламын. Біз мороженемізді алайын деп жатырмыз. Енді осындай түс болды. Міне достар, бізде осындай Орео мороженое болды. Өте дәмді, өте күшті болды достар. Міндетті түрде үйде істеп көріңіздер. Орео мороженое сіздерге де кеңес беремін. Өте дәмді болды айтпақшы. Сіздермен бірге болған мен Аридол. Ал осы видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдыр, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мороженое өте дәмді.